Өзбекстанда із-түссіз жоғалған азамат Түркістан облысынан табылды. Ол өз елінде 2005 жылдан бері хабар ошарсыз кеткендер қатарында болған. Жасөспірім шағында үйінен шығып кеткеннен қайта оралмапты. Осы жылдар аралығында Қазақстанның бірнеше қаласында әртүрлі жұмыс істеген. Ата-анасы ер адамның табылуынан үміт үзген шағында қайта табылып отыр. Оқиға Ордабасы ауданында орын алған. 102 кезекші бөліміне дүкен ұрлығы жөнінде хабарлама келіп түседі. Полицейлер ұрының жалпы сомасы 100 000 теңге болатын азық-түлікті жымқырғанын анықтайды. Жедел іздестіру тобы көп ұзамай күдіктіні қолға түсірген. Тергеу амалдары нәтижесінде оның Өзбекстан азаматы екені анықталды. Ол 14 жылдан бері жоғалғандар тізімінде жүрген. Қазір күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Енді Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Баласын тауып бергені үшін Өзбекстан азаматы Түркістан облысының полицейлеріне алғысын айтты. Қазақстанның Түркістан облысындағы полицейлеріне алғыс айтамын. 2005 жылы үйден шығып кеткен баламды 14 жылдан бері іздеп таппағанбыз. Ол кезде ұлым әлі жасөспірім бала еді. Енді ер жетіп жігіт атаныпты. Ұлыммен қайта қауыштырған полицейлер жүз жасасын.